أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Алланың көркем 99 есімімен бастаймыз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Рабби зидни ильман. Бүгін ғойн және айн әріптерін өтетін боламыз. Бұл әріптер бір-біріне қатты ұқсайды, тек нүктесінде ғана айырмашылығы бар. Қазақша е. Жазылу үлгісіне мұқият назар аударайық. Өзінен алдын, өзінен кейін әріптер жалғайды. Бірінші алдымен ғойн әріпін жазайық. Сызықтың астына және сызықтың үстіне көтеріледі. Жеке тұрғандағы жазылуы сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында. Айн әрпі. Ғойн әрпі жұтқыншақтың тілге жақын, ең жоғарғы жерінен дыбысталады. Кішкене кәдімгі ғ әрпі, бірақ жуан әрпі. Ғо, ғи, ғу. Ғо, ғи, ғу. Сөздерді оқимыз. Ғом, ғом, ғобі, ғобі, ғил, ғил, ғойру, бәғлу, 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 фәрғу, фәрғу, ғобі, ғобі, мәбіләғу, мәбіләғу, мәғрибі, мәғрибі, иғлибі, иғлибі, иғфир, иғфир, иштәғәлә, иштәғәлә, яштәғилу, яштәғилу, истәғфәра, истәғфәра, ястәғфиру, ястәғфиру. Келесі айн әрпі жұтқыншақтың ортаңғы тұсынан дыбысталады. Бұл әріп қазақ тілінде жоқ. Алла қаласа Құранда көптеп оқыған кезде дыбысталады. Тамақты кішкене ғана қысу арқылы жіңішке әріп. Сөз басында. Сөз ортасында. Сөз соңында. Сөздерді оқимыз. Биа, айн, ғам, сәғ, мәғә, ғайрабі, ғәжәбі. Келесі ғәмәл, ғилму. Келесі екінші қатардың бірінші сөзі ғұмру, жәмғу, жәғлу, ғәбі, ғаскәр, ғайлам, жәғфәр,
Анбар, анбар, анбар. Енді ғойн әрпі мен айн әрпін салыстырамыз. Ғойну, айну, ғойну, айну. Бәғлу, 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 бәғлу. Бәлғу, бәлғу. Алла берекелеріңізді арттырсын. Көркем түрде сөздерді 33 реттен оқыңыздар. Алладан көбірек жәрдем тілеңіздер. Алла жасап жатқан амалдарыңызды қабыл етсін. Қате кемшілігіміз болса, баршамызды кешіріп, өзінің рахымына, мейіріміне бөлесін. Осымен сабағымыз тәмам. Алла берекелеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.